ерлік елге мұра, ұрпаққа аманат. Біз ұлы жеңістің ұрпақтарымыз. Бейбіт Қазақстанда өмір сүріп жүрміз. Міне, бүгінгі күні бейбітшілікке 75 жыл толып отыр. Осыдан 80 жыл бұрынғы соғыс зұлматы бірін баласынан, бірін жарынан, бірін әкесінен айырды. Ұлы Отан соғысына қатысқан батырлардың ғана емес, осыған қарамай, соғысқа аттанған ер азаматтарға дем беріп, жер шалғайлығына қарамай үйлерінде қалған жарлары мен балаларының еңбегінің жемісі. Осындай тылда еңбек етіп, халқына қиын қыстау кезеңде 13 жасынан еңбекке араласқан әжем туралы сөз қозғағым келіп отыр. Әже бейнесі, әже сұлбасы. Не деген асыл сөздер. Осы сөздердің қадіріне, әжелеріміздің, аналарымыздың қадіріне бүгіндері жете алдық па? Бейсенбаева Күлайхан Мұқашқызы 1928 жылы 8 наурызда қазіргі Алматы облысы Райымбек ауданы Қақпақ ауылында дүниеге келген. 40 жылдары 12 жасында Дүйсеналы ағасының қолында Сара Күләмді атты екі сіңлісімен жетім қалады. Өмірдің қиын қыстау кезеңі кішкене қызды Қайсарда өжет етіп тәрбиелеген еді. Осыдан бір жыл өткен соң 13 жасында ел басына күн туып, Ұлы Отан соғысы басталады. Күлайхан әжем ойланбастан тылда еңбек етіп, көмектесуге шешім қабылдайды. Әртүрлі мал шаруашылығымен көмектесіп, шалғы шабады. Осылайша ол өз жеріне кішкене болса да көмек қолын созады. 1945 жылы 9 мамырда көптен күткен жақсы хабар келіп, бейбіт елдің азаматы атанады. Сол жылдары Күлайхан әжем Ұлы Отан соғысының ардагері, Курская Дуга шайқасына қатысқан Өскенбаев Болатбек бабамызбен отау құрды. Бабамыз бен әжеміздің құрған шаңырағында 4 ұл, 3 қыз, олардан үлгі өнеге алып ер жетті. Бүгінгі күні олар үлкен әулетке айналды. Соғыс жылдарынан кейін 50 жылдары Белтоған қазуына қатысты. 1952 жылы қызмет бабы бойынша Саржаз ауылына көшіп келді. 52 жылдан бері колхозда сауыншы, завхоздың көмекшісі болып қызметкер атқарды. Күлайхан әжеміз 20, 25, 30, 40, 50 жылдық жеңіс үшін, ерлігі үшін еңбек ардагері атты медальдармен марапатталған. Үлкен әжем 2003 жылдың 14 қыркүйегінде 75 жасында дүниеден озып, Саржаз ауылына жерленді. Осындай әжелеріміздің де еңбегі ерлікке пара-пар емес пе? Біз бабамызды, әжемізді ешқашан ұмытқан емеспіз, ұмытпаймыз да. Олар әрқашан біздің жүрегімізде.